Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 72-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бас әріптен басталып жазылатын сөздермен танысамыз. Бірінші жаттығу: мәтінді оқы. Бәсіре: 6 жасар аңсар атасымен қонаққа келеді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды аңсарға көрсетті. Мынау қара қасқа құнан, менің бәсірем. Кел, мін деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді аңсар. Онда маған мінгесі бал, деді. Ал қара қасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан аңсарды құнанға мінгізді. Бұл мәтін Әдібай Табылдының шығармасы. Бәсіре дегеніміз балалар, ол балаға берілетін құлын немесе бота. Құнан 2 жасар жылқы. Мәтін не туралы балалар? Бәсіре туралы. Бәсіре дегеніміз ол балаға берілетін малдың, яғни құлын немесе ботаның бір түрі. Аңсар қайда келді? Атасымен еріп, ауылға келді. Ол кіммен ойнады? Ол Бекжанмен ойнады. Бекжан оны өзінің қара қасқа құнанын көрсетуге алып барып, атқа мін деді. Мәтіннен сөйлем ішінде бас әріптен басталып жазылған сөздерді тап. Олар неліктен бас әріппен жазылған? Балалар, мәтінге мұқият қарайықшы. Бұл жерде адамның аттары бас әріппен жазылған. Және қара қасқа құнан деген сөз, қара қасқа сөзі, яғни үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріптен басталып жазылады. Адамның аты және хайуанаттардың атын бас әріппен жазатынымызды естен шығармайық балалар. Олай болса, үй хайуанаттары мен жануарларға қойылған аттар, мысалы ақтөс, мойнақ, байшұбар, осындай аттар кездесетін болса, сөйлемнің ортасында кездессе де, ол сөздер бас әріппен жазылады. Екінші жаттығу: жаңылтпашты тыңдап, көркем жаз. Айбар тай бақты, мойнақ қой бақты. Бұл жердегі айбар, яғни адамның есімі. Мойнақ иттің есімі. Сонда адамның аты мен иттің аты бас әріптен басталып жазылатынын ұмытпайық балалар. Үшінші жаттығу: суретке қара. Жануарлардың аты қандай әріптен басталып жазылған? Бұл құлагер. Балалар, суреттен құлагердің суретін көріп тұрмыз ба? Бұл сырттан. Бұл аймүйіз. Яғни бұл жануарлардың атын атап айтып тұр. Сондықтан балалар, жануарлардың аты бас әріппен бастап жазылатынын ұмытпаймыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.